Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2025 жылы көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы және зейнетақы мөлшері қаншалықты өседі, сол жайлы айтатын боламын. Қазақстанда көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақының ең төменгі мөлшері 59.183 теңге. Дегенмен қаңтардан бастап барлық зейнетақы мен жәрдемақы көлемі жыл сайынғы инфляция деңгейі бойынша индекстеледі. Олай болса 2025 жылы көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы қаншаға өседі? Вице-премьер Нұрлан Байбазаров 2025 жылы көп балалы отбасыларға төленетін барлық мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 6-5%-ға индекстелетінін жеткізді. Айтуынша, балалы отбасыларға арналған жәрдемақыларды төлеуге 2025 жылға арналған республикалық бюджетте 875 миллиард 1 миллион теңге қарастырылған. Елімізде көп балалы отбасылар санатына кемінде 4 баласы барлар жатады. Жәрдемақы 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студенттері барларға да ескеріліп беріледі. 2025 жылы айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3932 теңгені құрайтындықтан жәрдемақы көлемі де артады. Осыған орай 2025 жылы мұндай жәрдемақы 4 баласы бар отбасылар үшін жәрдемақы мөлшері 63.030 теңге, 5 баласы барлар отбасылар үшін 78.797 теңге, 6 баласы бар отбасылар үшін 94.564 теңге, 7 баласы бар отбасы үшін 110.331 теңге, 8 және одан да көп балалардан әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш, яғни 15.728 теңгеден қарастырылған. 6 және одан да көп баланы дүниеге әкелген аналар алтын алқа және күміс алқа белгісімен марапатталады. Оларға мемлекеттен ай сайын мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Көп балалы аналарға 2025 жылы бір жолғы төленетін жәрдемақы мөлшері қанша? Бірінші, екінші және үшінші бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақының мөлшері 149.416 теңге. 4 және одан да көп бала туылғанда 247.716 теңге. Ал бала 1,5 жасқа толғанға дейін күтіміне байланысты берілетін жәрдемақы мөлшері туу кезектілігіне байланысты. Бірінші балаға 22.649 теңге, екінші балаға 26.777 теңге, үшінші балаға 30.867 теңге, төртінші және одан да көп бала туғанда 34.995 теңге құрайды. Жаңа жылдан бастап күміс алқамен марапатталған аналардың ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақысының мөлшері 25.165 теңге, ал алтын алқамен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орденімен марапатталған көп балалы аналарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшері 29.097 теңге құрайды. 2025 жылдан бастап базалық зейнетақы төлемі 6,5%-ға, еңбек өтіліне байланысты ол өмір сүру минимумының 70-тен 110%-на дейін болады. Ең төменгі мөлшері 32.360 теңге. Ең жоғарғы сома 50.851 теңге. Базалық және бірлескен төлемдерді ескере отырып, зейнетақының жалпы мөлшері, зейнетақының ең төменгі мөлшері 95.131 теңге, зейнетақының ең жоғарғы мөлшері 213.046 теңгені құрайды. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.